Егер жүрегіңіз қағып, кенеттен асқазаныңыз ауырып кетсе, бойыңызды әлсіздік билеп басыңыз айналса, өз-өзіңізді қолға алыңыз. Шаш өру, тақпақты дауыстап оқу, баспалдақты санау секілді оңай әрекеттер ағзаңызды қалпына келтіреді. Мамандар жұмысбасты жандарға йогамен айналысуға кеңес береді. Ойыңызды жайландырып, бойыңызға күш-қуат беретін тәсіл әлденені уайымдағанда сізге көмектеседі. Тыныс алу мүшелерін пайдаланыңыз. Ағзаңыз сізге қажетті ырғақ пен қызмет істей алуы үшін терең тыныстаңыз. Тұрған соң және жатар алдында бар деміңізді ішіңізге тартып, қайта шығарыңыз. Таза ауамен демалыңыз. Таза ауа қан айналым жүйесін жақсартып, бойыңызға сергектік сезімін сыйлайды. Әсіресе күні бойы күнде отырып жұмыс істейтін жандар таза ауада көбірек жүруі керек. Спортпен шұғылданыңыз. Мысалы, бассейн денсаулығыңызға үлкен көмек береді. Мен нәрсені уайымдап жүрмін. Ойыңыздан шықпай, жаныңызды жегідей жеп жүрген мәселені біржола шешіп тастауға тырысыңыз. Егер біреумен ренжіссеңіз, татуласыңыз. Осылайша, сіз денсаулығыңызды сақтайсыз.